Өскелең ұрпақты білім нәрімен сусындатып, терең парасат пайымымен көзге түсіп, ерен еңбек етіп жүрген ұстаздарымыз аз емес. Олардың қатарында ерлі зайыпты Қайрат және Бақытгүл Кенжебаевтар бар. Саналы ғұмырын ғылым білім жолына арнаған олар 35 жылға жуық уақыт бойы шәкірт тәрбиелеп, түрлі деңгейдегі оқу ордаларында нәтижелі қызмет атқарып келеді. Екеуі де еңбек жолын қазіргі Жетісу облысы Алакөл ауданындағы білім беру мекемелерінен бастаған. Атап айтқанда, Кенжебай Қайрат алғашында Жанама орта мектебінде, Үшарал қазақ гимназиясында музыка пәні мұғалімі ретінде жұмыс істеп, кейіннен Жыланды қазақ орта мектебінде директордың тәрбиесі жөніндегі орынбасары. Артынша Жыланды ауылында дарынды балаларға арналған мектеп-лицейін ашуға басшылық етіп, мектеп директоры қызметін атқарған. Жылдар өте Талдықорған қаласына қоныс аударып, шаһарда өнер мектебін ашуға атсалысқан. Қазір ол мектеп қаладағы ірі шығармашылық орталықтардың бірі. Кейін білім инновация лицейінде, Дәнеш Рақышев атындағы мектеп-интернатта түрлі қызметте еңбек етіп, қазіргі таңда Қанабек Байсейітов атындағы саз колледжінде әдіскер ретінде жұмыс істеуде. Ұстаздық еңбек жолында небір байқауларға қатысып, шебер ұстаз ретінде өзін көрсете білді. Нақтырақ айтсақ, Қайрат Кенжебайұлы облыстық Нұрғиса Тілендиев атындағы музыка пәні мұғалімдері байқауының 3-ші орын иегері. Шәкірттері Шаттық Құмар, Жанарбек Шәкәрім, Қойшыбаева Аида, Үйсінбекова Ақбота, Байдукенова Рухия, Жамангөзова Мәншік халықаралық республикалық байқаулардың лауреаты. Ал Бақытгүл Нұрдығалиқызы ұстаздық қызметін Үшарал қазақ гимназиясынан бастап, кейін тыңғылықты жұмысының арқасында директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары лауазымына дейін көтерілген. Дәл сол лауазыммен Жыланды қазақ орта мектебінде еңбек етіп, жолдасымен бірге сол ауылда дарынды балаларға арналған мектеп-лицейді ашуға үлкен үлес қосқан. Әдіскер ретінде еңбек ете жүріп, мектеп-лицейдің мәртебесін көтеріп, оқушыларды түрлі облыстық, республикалық халықаралық жарыстарға апарған. Шәкірттері бірнеше рет республикалық пән олимпиадасының жеңімпазы, білім грантының иегері атанған. Нақтырақ айтсақ, құқық пәнінен Хасенова Мадина, Нұрғазиев Ғалымжан, Оңдабаев Ерасыл, Асланұлы Арслан, Қазақстан тарихы пәнінен Садуақасов Санат, Темірбаева Мақпал, Қайратқызы Гүлвира, Қайратқызы Эльвира, Арманұлы Мирас және өзге де оқушылары облыстық және республикалық пән олимпиадаларының Кіші ғылым академиясы жобасының жүлдегерлері. Мектеп-лицейде қызмет еткен тұста оқу ордасы үздік ауыл мектебі облыстық байқауына қатысып, жоғары жетістікке жеткен. Уақыт өте Талдықорған қаласына оралып, сондағы политехникалық колледжде, сондай-ақ білім инновация лицейінде қызмет атқарған. Бүгінде педагог зерттеуші, қаладағы номер 28-ші IT мектеп-лицейінде Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы және құқық пәндерінен сабақ беріп, білім ордасының жандануына белсене атсалысуда. Мұнда да оқушылары облыстық пән олимпиадасының жеңімпазы атанып, бірі халықаралық жарыста топ жарған. Сонымен қатар ұстаз бірнеше ғылыми еңбекті жазған. Дәлірек айтсақ, саясаттану және әлеуметтану негізі пәнінен, Қазақстан тарихы пәнінен әдістемелі құрал және электрондық оқулықтың, мәдениеттану пәніне арналған тест жинағы мен әдістемелі құралдың авторы. Бұл еңбектер әлі күнге дейін колледжде қашықтан оқытуда қолданылуда. Жақында мектеп-лицейдің 8-ші сынып оқушыларына арналған жаңа авторлық бағдарламасы жарыққа шықпақ. Артынан ерген өскелең буынға, жас ұстаздарға тәлімгер болып, өз тәжірибесімен бөлісуде. Тарих бірлестігінің жетекшісі, сондай-ақ сынып жетекшісі қызметтерінде атқарып келеді. Бар ғұмырын жас ұрпаққа саналы тәрбие мен терең білім беруге арнап, мұны өзінің басты ұстанымы деп санайды. Осы уақытқа дейін мыңдаған шәкірт тәрбиелеген ұстаздар білім көкжиегін кеңейту мақсатында сан мәрте біліктілік курстарынан өтіп, жоғары нәтиже көрсеткен. Тиянақты жұмыс, өнімді еңбектің арқасында қос мұғалімде аудандық, қалалық, облыстық білім беру басқармаларының, әкімдіктердің алғыс хаттарымен, білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен, республикалық салалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағы құрмет грамотасымен марапатталған. Ал Қайрат Кенжебайұлы желтоқсанның 30 жылдығы және 35 жылдығы естелік медалінің, ал Бақытгүл Нұрдығалиқызы білім беру ісінің майталманы медалінің иегері атанған. Алланың қалауымен бағып қаққан 5 перзенті бүгінгі таңда еліміздің әлеуметтік және мәдени дамуына өз үлестерін қосуда.